Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге французша еттің рецебін көрсеткім келеді. Өте оңай әрі дәмді болып шығатын кешкі асқа немесе түскі асқа жасап көрсеңіздер болады. Ең алдымен формамызды өсімдік майымен майлап алып, картобымызды жұқалау қылдырып турап аламыз да, осы форманың үстіне төсеп шығамыз. Фарштың үстіне қара бұрыш, тұз, ысталған паприканы қостым, және де 2-3 сарымсақты үкіштен өткізіп, жақсылап араластырып аламыз. Формадағы тұрған картоптың үстіне татымына қарай тұз сепсеңіздер болады. Одан кейін дайын фаршымызды орналастырып шығамыз. Кондитерлік қаптың ішіне мен жеңіл майонез түрін қолдандым. Осындай ұзынша қылдырып ыңғайлайсыздар өздеріңізге. Одан кейін жаңағы кисточкамыздың көмегімен майонезімізді жағып шығамыз. Осының үстіне ұсақтап туралған пиязымызды салып шығамыз. Пиязды біркелкі қып, үстіне тағы да жеңіл майонез түрімен жүргізіп шығамыз. Ендігі кезекте қызанақты дөңгелекше қылып турап алып, осылай формамыздың үстіне орналастырып шығамыз. Қызанақтың үстін майонезбен тағы да жүргізіп шығамыз да, одан кейін қызып тұрған духовкамызға 180 градуста 50-55 минуттай салып аламыз. Одан кейін пісерге 5 минут қалған кезде үкіштен ірімшігімізді өткізіп алып, осылай французша еттің үстіне салып, қайтадан духовкамызға 5 минутқа салып аламыз.
Осымен біздің ең дәмді керемет асымыз, французша етіміз дайын болды. Егер видеом ұнап жатса, астына пікірлеріңізді қалдырыңыздар, лайк басып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға астарыңыз дәмді болсын.